Сәлем, бұл логикалық ойындар арнасы. Мұнда сіздің ойлау қабілетіңізді дамытатын тапсырмалар мен жұмбақтар күтуде. Мысалы, мына есептің жауабын таба аласыз ба? Немесе шындағы ең жеңілін анықтаңыз. Артық жануарды көрсетіп көріңіз. Бәрі де логика мен байқағыштықты талап етеді. Бұл видеода сенің ойлау қабілетіңді тексеретін 10 логикалық ойын бар. Пауза баспай ойлан, ал соңғысы ең қиын. Үстелде 3 алма жатыр. Сен біреуін алдың. Үстелде неше алма қалады? Дайынсың ба? Уақыт бітті. Жауабы 2 алма. Қайсысы ауыр? 1 килограмм мақта ма, әлде 1 килограмм темір ме? Ойлануға 5 секунд. Уақыт бітті. Дұрыс жауап, екеуі де бірдей салмақта, екеуі де 1 килограмм. Сен жарысқа қатысып, екінші орында келе жатқан адамды басып оздың. Қай орындасың? Жауап, сен енді екінші орындасың. Біріншіні емес, тек екіншіні ғана оздың ғой. Міне, логика осылай жұмыс істейді. Суретте 5 мысық. Әрқайсысы 3 тышқанды көріп тұр. Барлығы неше тышқан бар екен? Уақытыңыз 5 секунд. Жауап, небәрі 3 тышқан ғана. Себебі 5 мысық та сол бір 3 тышқанды бірге көруде. Әке мен баланың жасы қосқанда 36. Әкенің жасы баласынан 30-ға үлкен. Баласы неше жаста? Шешуге 5 секунд. Уақыт бітті. Жауап, бала 3 жаста. Бөлмеде 4 бұрыш бар. Әр бұрышта 1 мысық отыр. Әрқайсысы қарсы бұрыштағы 3 мысықты көріп тұр. Бөлмеде неше мысық бар? Дұрыс жауап. 4 мысық қана. Сағат 3:30-да емес, дәл 3:15-те сағат тілдері қандай қалыпта болады? Уақытымыз 5 секунд. Уақыт бітті. Дұрыс жауап. Тілдер бір-біріне өте жақын, яғни 3 пен 4-тің арасындағы бұрышта. 5 адам лифтке мінді. 1 адам түсті. Лифтте неше адам қалды? Дұрыс жауап қандай? Төрт адам. Көп адам шатаса да, бірақ жауап осы. Сен бір шамды көріп тұрсың. Ол айнада 3 рет көрінеді. Барлығы неше шам? Дұрыс жауап, 1 ақшам. Қалғанның бәрі тек көрініс қана. Адамға ең қажет нәрсене, ал ол оны бергенде ғана жоғалады. 5 секунд. Дайынсың ба? 2, 1, жауап. Уәде. Бергенде жоғалатын құндысың. Осымен сіздерге берілген сұрақтар аяқталды. Бәрін орындап көрдіңіздер деген үміттемін. Келесі бейнероликтерде тағы да қызық тапсырмалар көбірек болсын десеңіздер, міндетті түрде арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Көріскенше.